Бәріңе сәлем, мен бір айдың ішінде ағылшынша тілінен ауызекі сөйлесе алатындай деңгейге жеттім. Қара. Hello, I started learning English recently, and to show that I know this language, I'm speaking English now. And yes, I'm not gonna lie, it's not AI. Бұл деңгейге жету үшін мен ешқандай курсқа ақша төлемедім, көп уақыт кетірмедім және тіл үйренуден қатты қиналмадым. Осылай сен де по идее істей аласың, және осы видеода мен саған қалай ағылшынша бір айда мүлдем ағылшынша сөйлемейтін елде тұрып, яғни Қазақстанда тез үйренуге боладығын айтамын. Және онымен қоса өзімнің историямды айтамын, как обычно, олсыз болмайды. Және of course өзімнің ешкім тегін айтпайтын методикамен бөлсемін. Короче, видео 100% қызық болады және пайдалы болады деп ойлаймын. Менен пайдалы контент болсын. Ал енді видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Бірінші, давайте бастамай тұрып сразу айтайын, бір ай деген ол негізі өте короткий срок, сондықтан да бұл уақытта сендер негізі по сути қатты көп нәрсе үйренбейсіңдер. Бірақ та курстан аламайтын базовый заттарды осы бір айда үйренуге болады. Көп адамдар ойлауы мүмкін, нафиг бұл маған ағылшын керек, егер де мен Қазақстанда тұрсам, мен адамдардың барлығы орысша және қазақша сөйлесе деп. Иә, дұрыс айтасың. Сен егер де Қазақстанда жұмыс істесең, бұл қатты керек емес. Бірақ та егер де сен өзің перспективный адам болсаң, карьераңды алдағы уақытта дамытқың келсе, даже любой бизнесмен, любой футболист, любой спортсмен даже өзін дамытқысы келсе, негізі ағылшынша сөйлеген дұрыс. Себебі орыс тілімен сен ешқайда кетпейсің. Білем, орыс тілі әлемдік топ 10 тілге кіреді. Бірақ қазіргі уақытта орыс тілінің деңгейі түсуде және де түсуде. Және де басқа ұлт өкілі ретінде саған негізі ағылшын тілін үйрену өте ыңғайлырақ болады. Мен саған айтпаймын орыс тілін білме деп. Барлық тілді білген дұрыс және де оны үйренген өте пайдалы. Бірақ та ағылшын тілі мен орыс тілін салыстыратын болсақ, ағылшын тілі өте үлкен дәрежеге ие. Интернеттің 60-70% контенті ағылшын тілінде. Бүкіл мемдар бірінші ағылшын тілде шығады, потом орыс тіліне аударылады. Даже ойындардың озвучкасы, киноның озвучкасы бірінші ағылшынша озвучкада шығады, потом орысша озвучкаға аударылады. Әлем бойынша 1,5 миллиард адам ағылшынша сөйлейді. Яғни сен ағылшынша білсең, барлық континентте, барлық елде сен вообще адаспайсың. Және де сен кез келген маман болсаң да өзіңнің карьераңды үлкейткің келсе, бірінші ағылшынша үйрену керексің. Сол арқылы сен шетелде жұмыс істей аласың. Сол арқылы сен басқа адамдармен коммуникацияң жақсы болады. Профессиональный тұрғыда да сен білім алуың тезірек болады. Себебі ағылшынша ақпараттар интернетте өте көп. Даже ағылшынша мемдар да күлкілірек, чем орысшадан қарағанда. Сондықтан да менің ойымша саған ағылшынша үйрену керек. Бірінші тілің қазақша, екінші тілің ағылшынша, үшінші тілің орысша қыла берсең болады. В целом ағылшынша жазып, ағылшынша ойындар ойнап, короче, ағылшыншаға полный кіріп кету керек. Бірақ ағылшынша ойындар ойнау үшін де, ағылшынша жазу үшін де жақсы девайстар керек. Сол үшін сендерге жақсы ұсынысым бар. Жақында ақш-тың әйгілі девайстар шығаратын Glorious компаниясы маған өздерінің девайстарын жіберген болатын. Яғни мышка, коврик и клавиатура. Және обзорда олар ештеңе жасырмай барлығын айт деген болатын. И мен солай істеймін деп шештім. Ең бірінші олардың жібергендерінен қарасақ, клавиатурадан бастайық. Glorious компаниясының жаңа моделі, яғни Glorious GMMK2 Full Size, яғни үлкен размер. Бұл ыңғайлы раскладкамен 96%, яғни үлкен размерлік клавиатура. Клавиатураның эргономикасы жақсы жасалған және дизайны бойынша өте әдемі. Клавиштары ойындарда саған ыңғайлы орналасу үшін жасалған. Ал клавиатураны ыңғайлы қылып өзіңе кастом жасағың келсе, Glorious Core деген программаны қолдансаң болады. Свитчтар мен кейкаптары өте күшті качествода жасалған, және бұл жерде механический Glorious Fox деген свитчтар қолданылады. Glorious Fox деген өте жақсы жылдамдығы мен дәлдігі бар свитчтар. Свитчтардың тактильності мен качествосы өте жақсы. Басқанда өте тыныш және де бір приятный ощущение береді. Онымен қоса клавиатурада динамичный RGB подсветкалар бар. Подсветкада алдын ала орнатылған 18 эффект бар. Бірақ та сендер Glorious Core арқылы оны кастом жасай аласыңдар. Клавиатура магазиннен 3 цветте алсаңдар болады. Ол қара, розовый және ақ. Менің случайымда ақ түсті. Келесі геймерге таптырмас зат ол әрине мышка. Glorious компаниясы сапалы мышкаларды ұсына алады. Мысалы, маған жіберген түрі Moral i2 немесе Moral i2. Бұл мышка ойындарда сендерге үлкен әсер береді. Себебі оптический сенсор BMF 2.0 ойындарда үлкен откликпен қамтамасыз етілген. BMF 2.0 негізі Glorious компаниясынан шыққан премиальный мышкаларға қолданылатын ғана сенсор. Бұл сенсор әйгілі Pixar PMW-дің технологиясымен жасалған. Ал мышканың өзіне келетін болсақ, формасы өте ыңғайлы. Бұны проводной қылып та қолдануға болады, беспроводной қылып та қолдануға болады. Яғни тип подключения USB немесе Bluetooth. Мышканың максимальный разрешениесі 26000 dpi-ға дейін барады. Ал частота опроса 1000 Гц. Мышканы бағана клавиатура сияқты Glorious Core деген приложениемен управлять етуге болады. Яғни RGB подсветканы кастомизация жасасаң болады, немесе сенсорында өзгертіп настройка жасауға мүмкіндік бар. Материал корпусы пластик, яғни сендерге бұл ультра жеңіл салмақты береді.
сатылымда қара және ақ түстері бар. Сонымен қоса мышканы алғаннан кейін және де клавиатураны алғаннан кейін бір компаниядан да коврик алған дұрыс. Коврик для мыши біріншіден матадан және де резинадан жасалғандықтан сендерге тегіс әрі ыңғайлы поверхностьті береді. Ал основаниясы наоборот сырғанамайды және де бір орында тұрады. Сатылымда әртүрлі размерлері бар, тоже алсаңдар болады. В общем, описанияда мен сендерге Glorious компаниясының описаниясын орысша және де ағылшынша, сонымен қатар программный обеспечениеға ссылканы қалдырып кетемін. Сен жұмыс істейсің ба, ағылшынша үйренесің ба, немесе ойын ойнайсың ба? Glorious компаниясының девайстары сенің сенімді сергегің болады. Ссылкадан өтіп дәл қазір заказ бер. Ал енді біз видеоны жалғастырайық. Енді мен бұл тілге қалай келдім, қалай мен ағылшынша үйреніп бастадым. Ең басында, яғни 2020 жылдары где-то мен ағылшынша үйрену туралы видеоларды өте көп көретінмін, және де бұл видеоларды көрген сайын мен ағылшынша үйренгім келетін, бірақ та бұған ерінемін, немесе үйрену қиын болады, және де стабильный методиканы таба алмадым. Сосын бұл методиканы ізденбедім де, және де ағылшынша үйренуге вообще қызықпадым. Өйстіп где-то 3 жыл өтіп кетті, 3 жылдың ішінде ешқандай ағылшынша үйренуге тырысқан да жоқпын. Енді 2023 жыл болды. Мен қазақша контент әлі де түсіріп келе жаттым. Каналымда где-то 8 мың подписчик болып жүрді. Енді қазір қатты өскен жоқ, себебі мен бір жылдың ішінде видео қатты көп салмадым, сонда да айтып отырмын. Қысқасы 8 мың подписчик болған кезде мен YouTube'дан ағылшынша канал ашамын деп шештім. Себебі сол арқылы мен тез дамимын деп ойладым, және сол арқылы мен наконец-то ақша табамын деп ойладым. Бірақ ол туралы мен алдыңғы видеода айттым, мына видеода оны қозғамай қояйын. Лучше өзімнің мейн тақырыпты қозғайын. Яғни ағылшынша үйрену менің сол уақыттан басталды. Ең басында каналды ашқан кезде мен ағылшынша сөйлейтін искусственный интеллектті іздедім, себебі менің ол кезде акцентім орысша болды, яғни Well, hello there, I'm Russian Hitman, and of course I'm not hinting at anything, but right here, right now, you're giving me all your money. Understand дегенді understand деген сияқты. Даже мен қазір оны келтіре алмаймын, себебі менің уже английским, құдайға шүкір, нормальный. Ну, в общем, типичный русский акцент, бүкіл барлығымызда болған акцент болды. Мен ешқайсыңды осуждать етпеймін, менің өзімде де сондай акцент болды, және де ол акцент негізі көп европейцарға ұнайды, оған қатты мән бермесеңдер де болады. Акцент бұл жерде маңызды емес. Просто мен YouTubeқа видео түсіргендіктен мен өз акцентімді жөндеумен айналыстым, және де осының кесірінен кішкене грамматиканы кейінірек қана түсінген болатынмын. Жарайды, бұл қатты маңызды емес. Мен в общем искусственный интеллект таптым. Осы искусственный интеллект арқылы көптеген видео түсіріп тастаған болатынмын. Оның бәрі ағылшынша, және де менің ағылшынша үйренуім осының арқасында. Қараңдар, методика былай болды. Мен бірінші өзім орысша сценарий жазамын. Орысша сценарийді ChatGPT-ге аударамын да, одан кейін ол переводты обычный переводчик арқылы тексеремін. Сосын тексеріп болғаннан кейін монтаж жасаймын әрине. Ал монтаж деген өздерің білесіңдер, видеоны қайта-қайта көру, қайта-қайта есту, және де сол арқылы сен искусственный интеллектті қайта-қайта құлағыңда айналдыра бересің. Ол біткеннен кейін видеоны публикация жасаймын, одан кейін тағы да көремін. Және де көріп біткеннен кейін видео егерде атпай қалатын болса, бұл не үшін атпады, соның бәрін анализ жасаймын. Ал анализ жасау үшін мен өзімнің конкуренттерімнің видеосын көремін. Ал конкуренттерім уже бұл жол қазақтар да емес, орыстар да емес, уже англичаниндар. Яғни мен ағылшындардың видеосын көріп жүрдім. Ағылшындардың видеосын көресің, одан кейін ағылшындардың видеосын миыңда айналдырасың. Әрине оларды басында түсінбейсің, орысша субтитрмен көресің. Орысша субтитрдан кейін уже ақырындап құлағыңды үйрете бастайсың. Енді бұл сөйтті түсініңдер деп ойлаймын. Басында мен ChatGPT-ге салған переводты өзім тексеремін деп айттым. Бұл тексеру арқылы мен өзімнің миымда көптеген словарный запас жинадым. Жаңа сөздер келеді, соның бәрін мен өзімнің миыма сақтай бердім, короче. Одан кейін уже озвучкаға келейік. Ағылшынша озвучканы менің орныма искусственный интеллект жасағандықтан мен искусственный интеллекттің дұрыс екенін білемін да, сол дұрыс озвучканы естіген сайын менің құлағым ақырындап ағылшын тілге үйрене бастайды. Бұл слуховой аппаратты жақсы қылады уже. Енді қараңдар, келесі методика уже аналитика. Яғни аналитика кезінде мен обычный ағылшындар қалай сөйлесетінін олардың видеолары арқылы түсінетінмін. Яғни солардың видеоларын көрген сайын мен жаңа сленгтер үйренемін, ағылшындардың интонациясын үйренемін. Солай ақырындап уже жаңа деңгейге қарай өте беремін. Бұл бұлай жұмыс істейді. Егер де искусственный интеллект дұрыс айтады, я қателік жібермейтін болса, уже шын адамдар, даже носитель языка болса да барлығы қате жібереді. Осы қате жіберу арқылы және де олардың роботтан бөлек интонациясы арқылы мен обычный ағылшын қалай болатынын түсіндім. И бұдағы приколдардың барлығы бұл емес. Мен ол кезде даже ағылшын тілін үйреніп жатқанымды өзім осознавать еткен де жоқпын. Яғни методика просто өзімен өзі әсер етті да, мен ағылшыншаны просто миымда спавниться етті, былай айтқанда. Енді әрине бұлай сен идеальный английскийға жете алмайсың. Английский идеальный болу үшін сен басқа да заттарды көру керексің. Солай мен ағылшынша тілді үйренемін деп шештім. Яғни бұл YouTubeқа ағылшынша видео түсіру маған мотивация болып келді. Енді мен ағылшын тілін қалай үйренгенімді айтайын.
Так, бастаймыз. Осы кезден бастап, яғни где-то 7-8 ай бұрын мен өзім ағылшынша озвучка жасаймын деп шештім. Хоть английский монша емес болса да өзім бастап көрейін деп шештім. Бірінші видеоларымда менің интонациям дұрыс емес болды. Сөйлеген кезде мен дұрыс интонация қоя алмаймын, және де сөздерден көп қателік жіберемін. Кейбір артикльдарды ұмытамын, хоть сценарий оқып отырсам да. Оны мен елеген жоқпын, сол күйінше мен ағылшынша видеоларда озвучка жасай беремін деп шештім. Келесі шагым менің параллельно грамматиканы оқу керек болды. Әрине грамматикаға көп уақыт кетірген жоқпын, себебі ағылшын тілінде грамматиканы үйрену деген ең скучный момент. Курсқа баратындар бұны түсінеді, және де көп курсқа баратын адамдар ағылшын тілді ұнатпай кетеді да, сосын орыс тілі күшті, там қытай тілі скоро популярный болады, ағылшын тілін ұмытыңдар, испанша үйрену керек, анау мынау деп ағылшын тілін үйренбеуге максимально тырысады. Хотя бұл жерде негіз ағылшын тілі виноват емес, именно курстан сабақ беретін мұғалімдер өздерінің дұрыс методиканы аша алмағандықтан көп нәрсеге кінәлі. Грамматика өте скучный момент. Саған грамматика негізі керек, бірақ та грамматикаға қатты үңілудің керегі жоқ. Бастапқы уақытта любой адамға просто основасын ғана үйренсең болды, ары қарай сен өзің алып кетесің. В общем, мен грамматиканы үйреніп бастадым. Әрине грамматиканы күнде көрмейтінмін. Английский язык по плейлистам деген YouTube канал бар, соның оранжевый плейлистін где-то 100 видеосын көрдім. Ары қарай уже қатты көруге скучно болды, шынымды айтсам 1000 видеодай бар, ол 1000 видеоның бәрін мен көріп отыратын уақытым да болмады, өзім де қатты желанием болмады. В общем, бұл менің екінші методикам. Үшінші методикам, мен бүкіл контентімді ағылшын тіліне ауыстырдым. Яғни YouTube'тағы орысша видеолардың орнына ағылшынша осы видеолардың аналогын просто көріп жүрдім. Сен айтуың мүмкін, орысша видеоларды ешқандай видео заменить етпейді деп. Бұл жерден сен дұрыс айтасың, бірақ та негізі көп ютуберлер, орыс ютуберлер, яғни ағылшынша ютуберлерден ұрлайтынын барлығы біледі. Яғни барлығы демеймін, бірақ көптеген орысша видеоларды сен ағылшынша контенттен таба аласың. Тура сол видео просто ағылшынша контент мейкердан. В общем, бүкіл мен ағылшын тілге ауыстырдым. Енді келесі шагым, әрине не только контент, мен телефонымдағы настройкада ағылшын тілге ауыстырдым, компьютерімде бүкіл ағылшын тілінде. TikTok'ты көп көрмейтін болдым, себебі TikTok'та өздерің білесіңдер, регионға байланысты саған орысша немесе қазақша видеолар тауып береді. Оның орнына Instagram көретін болдым, себебі Instagram Reels'та көбінесе ағылшынша видеолар көбірек, чем орысшадан қарағанда. Сосын Instagram Reels'тан тек қана ағылшынша видеолар ғана шығып жүрді. TikTok'та мен вообще бас тарттым деп айта алмаймын. TikTok'ты да көріп жүрдім анда-санда. Бірақ та бұрынғыдан азырақ көретін болдым. Менің ойымша Instagram Reels TikTok'тан қарағанда қызығырақ болды. Ендігі методым, мен сериалдарды, киноларды уже ағылшынша субтитрмен, тек қана ағылшынша озвучкасын көремін деп шештім. Әрине бұл метод маған қатты әсер етпеді, себебі мен сериал көп көрмеймін. Кейде ғана годный фильм, годный сериал бірдеңке болса ғана көремін, әйтпесе негізі маған сериал бастау қиын. Солай ағылшынша үйренейінші деп Breaking Bad деген сериалды бастадым. Бұл сериал орысшасы Во все тяжкие. Бұл сериал өте шедевр, барлығына көруге кеңес беремін. Бұны мен ағылшынша субтитрмен көрдім. Сериалдан американский сленгтарды үйрендім, себебі бұл жерде көп события ақшта болып жатыр. Солай где-то 6 айдың ішінде бір-ақ сериал көрген шығар максимум. Одан кейін басқа да фильмдар көрген болатынмын. Барлық фильмдарым ағылшынша тілде болды. Және де одан кейін уже ағылшыншам қатты түсініп бастағаннан кейін уже The Last of Us деген ойын бар, соны мен уже ағылшынша тілде өтіп шықтым. Әрине, егер де сендер жаңадан бастасаңдар, ойындарды ағылшынша тілде өтуге кеңес бермеймін, себебі ойындарда сен 10 секундқа артқа жылжытамайсың. Егер де бір сөзді түсінбей қалсаң, уже сен до конца көру керек боласың. Ал барлық ойында өздерің білесіңдер, сендерді ешкім күтіп отырмайды, барлығы тез сөйлейді ағылшынша. Қысқасын айтқанда итог жасайық. Менің бірінші методикам контент жасау, яғни озвучканы ағылшынша жасау, сценарий ағылшынша жазу, потом монтаж кезінде сол ағылшыншаны қайталап тыңдай беру. Екінші методика фильм көру. Үшінші методика барлық заттарды ағылшыншаға ауыстыру, яғни телефон, компьютер, барлығының настройкасын ағылшыншаға ауыстыру. Төртінші методика of course, grammar, яғни грамматиканы дамыту. Осы методиканы барлығын қосып үйреніп жүрген кезде менің ағылшыншам уже тезірек дами бастады. Мен біртіндеп үйренген жоқпын, осының барлығын бірге қосып араластырып үйрендім. Және бірер уақыттан кейін уже Discord серверлерде ағылшындармен ағылшынша сөйлесіп өзімнің ойымды айта алатын болдым. Яғни уровень уже разговорный, conversational деген левелға жетті. Бұның барлығы негізі бір айда жетуге болады, просто мен где-то бір жылға созып кеттім, потому что мен қатты еріншек болдым. Енді мен сендерге осының барлығын қиындатпай, оңай күйінде қалай жеткізу керек екенін айтамын. Қараңдар, енді сен ағылшынша қалай үйренсең болады. Бағанағы менің контент создать ету деген методикамды негізі басқа способқа ауыстырсаңдар болады. Полиглоттар арасында өте бір танымал методика бар. Методиканың атауы shadowing, яғни қазақшасы көлеңкелеу. Бұл методиканы былай сипаттасақ болады. Сен ағылшынша подкаст немесе бір даже Мистер Бистің видеосын ашсаң болады, соның видеосын көріп бастайсың. Астында субтитры бар, соны қосасыңдар, оны ағылшынша тілге қосасыңдар, орысшаға емес. Сосын автордан жай ғана қайталай бересіңдер. Оның интонациясын, ол қалай сөйлейді, соның барлығын қайталау керек. Просто осылай 2 аптада істейтін болсаңдар, сендердің акценттарың және словарный запастарың көбейеді. So this is a problem that
is going to leave very few people untouched. So this is a problem that is gonna leave very few people untouched. Келесі метод телефондардың барлығын ағылшыншаға ауыстыр. Бұл басында өте қиын, себебі сен ештеңе түсінбейсің, менюда түсініксіз болады, бірақ кейін орысшаға қайттан ауыстырмай осы ағылшыншамен жүре беретін болсаң, өзің үйреніп кетесің. Келесі метод, егерде сен сериалдарды, фильмдарды ұнататын болсаң, онда уже орысша емес, ағылшынша субтитрмен ағылшынша киноларды көр. Басында сен ағылшынша түсінбейтін болсаң, 1,5 сағаттық киноң где-то 4 сағатқа созылып кетеді. Себебі сен пока оны стопқа қойып түсінем дегенше, переводчикқа салам дегенше, оның барына уақыт кетіп қалады да, оның орнына где-то 3 кинода көріп тастауға болады. Бірақ та сен осы уақытыңды жертвовать еткен арқылы сен өзің ағылшынша үйренуді бастайсың. То есть үйреніп бастайсың. Одан кейінгі метод английский язык по плейлистам деген орысша ютубта канал бар. Сол каналдың жаңа плейлисттарын көруге кеңес беремін. Заговори за 25 уроков деген видеосы бар. Сол видеосында сендерге бүкіл грамматиканы түсіндіріп береді 25 уроктың ішінде. Яғни бұл жерде level advanced емес, сен бастапқы уровеньге жетіп алсаң болды. Грамматикаға ең бастысы pre-intermediate немесе intermediate болса болды, жетеді. Осы 4-5 методиканы параллельно алып жүретін болсаң, және де өзің іште үйде ағылшынша сөйлеп жүретін болсаң, онда бір айдың ішінде сенің ағылшыншаң где-то уже спикингің жақсы дамып кетеді. И бір айдан кейін сен ағылшынша сөйлейтін Discord серверларға кіріп, біреулермен ағылшынша сөйлесіп бастасаң болады. Hi, bro. How's it going? This sample, bro. What are you doing here? What are you discussing How are right you now? doing? I'm just listening to music. Good, nice. Yeah, weekend. Wonderful. Yeah. Бұндай серверлер өте көп. Бағана айтқанымдай интернеттің 70% ағылшынша, сондықтан да қорықпаңдар. Ондай сендер табасыңдар смело. Бірақ та осы бір айдың ішінде сенің уровенің где-то нормальный уровеньге жетеді. Әрине, максимально қатты күшті болмайды. Discord серверге басында кірген кезде сен ұялатын боласың, адамдармен сөйлесе алмайтын боласың, переводчик қолдануға асығып тұрасың, всегда переводчик қолданып тұрасың. Сосын адамдарды мүлдем түсінбейтін боласың. Бірақ та где-то 5 күн шыдайтын болсаң, сенде уверенность пайда болады. Өзің сияқты ағылшынша үйреніп жатқан адамдармен сөйлесіп бастайсың. Сосын уже кейінірек солай ағылшынша тілің дами береді. Ол өзіңе байланысты ары қарай. Енді біз итог жасайық. Видео ұзын болды ма, қысқа болды ма, бұл непонятно, бірақ сонда да мен бұл видеоны сценарийсіз жаздым, сондықтан шығар, наверное. Ағылшынша тіл өте қатты қазіргі кездегі керекті тілдердің бірі. Сен хоть хирург бол, сен хоть пилот бол, сен хоть парикмахер бол, сен хоть механик бол, даже любой профессияда, егер сен ағылшынша білетін болсаң, шетелден сен басқа жұмыс таба аласың, яғни көбірек төлейтін жұмыс таба аласың. Сосын ағылшынша тілден көптеген білім ала аласың, өзіңнің еліңді дамыта аласың солай арқылы. Қалай десең, ағылшынша тіл арқылы сен басқа елден білім аласың, сосын сол білімді өзің еліңе алып келіп, еліңді дамытсаң болады. Новый сала ашасың, новый ниша ашасың, солай сен өз еліңді дамыта бересің, білімді адамдар көбейе береді. Және де бұл видеода менің мақсатым білімді пропаганда жасау. Обычно мен ондай хернямен айналыспаймын, мен видеоларым бәрі фигня заттармен айналысу болады негізі, по идее. Но көп адамдарға негізі мен видеом ұнайды, сондықтан да осы видеода мен кішкене пайдам тисін деп ағылшынша туралы түсіріп кетейін деп шештім. So, if you like the video, subscribe to the channel. Goodbye to everyone.